Кәсіп деген ол жай ғана алып сату емес. Кәсіп деген кез келген дүниені ақшаға айналдыра алуын. Егер де қандай кәсіпті бастарыңды білмей жүрген болсаң, жан жағына қара да ойлан. Қандай минус дүниені сен плюсқа айналдыра аласың. Негізі мынандай бір күшті сөз бар, егер де бай болғың келсе, бай адамдардың проблемасын шеш деген. Мысалға дәл солай мен қазір ассистент подключ услугам арқылы өзімнің агентствомда көптеген кәсіпкерлердің проблемасын шешіп жатырмын. Яғни дұрыс ассистент алуына, дұрыс команда құруына, жұмысына дұрыс система қоюына көмектесіп жатырмын. Сол арқылы олар өздерінің проблемасын шешкендіктен маған оңай ақша төлеп жатыр да. Әрине, бұл жерде ешқандай оңай дүние жоқ, бірақ мен олардың проблемасын шешіп жатқандықтан, мен услугам шешіп жатқандықтан, олар маған ақша төлеуге дайын. Сондықтан да сіз де жан жағына қарап ойланыңыз. Мен не нәрсені жақсы жасай аламын? Қолымнан келетін қандай күшті қабілет бар? Және сол қабілет арқылы кімнің проблемасын шеше аламын? Дәл осы сұрақты дәл қазір өзіңізге қойыңызшы. Мысалға, сіз егер де ұйымдастыруды, организацияны жақсы көретін болсаңыз, қандай да бір кәсіпкер бар шығар, өзінің форумын, тренингін, болмаса выездарын организовать ете алмай жатқан. Болмаса, сіз адамдармен жақсы сөйлесе алатын болсаңыз, жақсы сата алатын болсаңыз, онда барып сіз өз өнімін сата алмай жатқан кәсіпкерге барып, жұмысқа тұрып, сол кісінің өнімін сатып беріңіз да. Яғни сіз сол кісінің проблемасын шешкеніңіздің арқасында сізге ол кісі ақша төлеуге, процент төлеуге, доля төлеуге дайын да. Сондықтан максимально өзіңіздің мықты қабілеттеріңізді анықтап, сол қабілеттерді кімге бере аласыз, сол қабілет арқылы қандай проблеманы шеше аласыз, сол кісіге барып өзіңіздің услугаңызды, өзіңіздің кандидатураңызды ұсыныңыз, яғни максимально ашық болыңыз. Сол кезде де ақша келе бастайды. Негізі бизнес деген ол бірден риск жасап, үлкен бюджетпен жасайтын дүние емес. Ол алдымен өзінің ішіндегі бойындағы мықты қабілеттерді анықтап, сол мықты қабілеттерді постепенно адамдарға енгізіп, одан кейін сол мықты қабілеттерді ақырындап өзіңіз қолдану арқылы, ақырындап кейбір адамдардың проблемасын шешу арқылы үлкен бизнеске айналдыру. Үлкен бизнес солай туындайды. Ешкім үлкен бизнесмен болып, миллиардер болып тумайды. Ақырындап өзінің 100 мың теңгесін, миллион теңгесін, 10 миллион, 100 миллион, миллиард таба бастайды. Дәл солай уақытпен барлығы да қалыптасатын болады. Егер де мен өзімнің мықты қабілеттерімді қалай анықтаймын, және де қандай бизнес бастасам болады, қай нишада менің жолым жүреді деген сұрақтарыңыз бар болса, онда маған осы комментарийге психотип деген сөзді жазыңыз, және де менің осы актуалкаларымды қарап шығыңыз. Міндетті түрде подписка жасауды ұмытпаңыз.